Саламатсыздар ма? Мен осындай жемпірге арнап әдемі жүрек аппликация тоқыдым. Осыны бүгін сіздерге тоқып көрсетемін. Бұл аппликацияны түрлі жіптермен, яғни жіптің қалыңдығына байланысты размері өзгереді. Қазір сіздерге дәл осындай түрін тоқып көрсетейін. Мына ұшын тоқымас бұрын ұшын сәл ұзындау қылып алсаңыз болады. Соңында осы ұшы арқылы жемпірге немесе тоқыған бұйымыңызға осы ұшындағы жіппен бекітіп тігіп қоямыз. Бірінші воздушная петля. Міне осылай бірінші воздушная петля. Бұл өте кең болмау керек. Сәл тартамыз. Әзірге тартпай тұра тұрыңыз. Қазір соңын осы қатардың аяғында тартасыз. Осылай біз 7 воздушная петля тоқимыз. Екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші. Енді бұл жүрек бізде қарапайым әдіспен емес, тунисское вязание дейді, сондай әдіспен тоқылады. Мына біріншісінен бір петля аламыз. Бұны әрі қарай тоқымаймыз. Осылай крючокта қалады петлямыз. Мынаны санамағанда, мынау бірінші, мынау екінші, мынау үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, және мына жерде жаңа қатты тартпаңыз дегенім, осы жерден жиектен жетіншісін аламыз. Енді барып мына ұшын тартамыз. Бізде крючокта осындай 8 петля. Енді мына шетіндегі петляны қатты мынадай ұзын болып кетпеу керек. Осы жерді ескеріңіз. Себебі ол жер ұзын болып кетсе, мына жиегі әдемі емес болып қалады. Жүректің мына жиегі. Енді қайту қатары. Бір воздушная петля жасаймыз. Келесін тунисский столбиктер, яғни осылайынан әрқайсысын жасап шығамыз. Бірінші, екінші столбик тоқыдық. Үшінші столбик тоқыдық. Төртіншісін тоқыдық. Бесіншісін, алтыншысын және соңғы жетінші столбик тоқыдық. Осымен бізде бір қатар тоқылды. Енді келесі қатарымызда біз мына жерде 7 болды ғой, келесіде 8 болу үшін бір столбик қосуымыз керек. Негізі столбигіміз мынау столбик және мынау төбесі тұр қасында. Осы екеуінен осылай алған кезде бізде бір столбик басталады. Енді біз бұл қатарда тағы да бір столбик қосуымыз керек. Оны біз мынау емес, мынау төбесіндегі тұр ғой. Осыдан, осы тек бір ғана петлядан осылай аламыз. Яғни мына шеткіні санамаймыз, мынау бірінші. Бұл қатарда біз 8 алуымыз керек. Енді екіншісі жаңағы айтқандай, мынау столбик пен мынау төбесі екеуін біріктіріп аламыз. Сол кезде плотный болады, яғни тығыз болады. Мынау екінші. Біріншінде тек қана мынандай төбесінен алдық. Екінші петляны астынан да төбесінен де екеуін бірге алдық. Санамаймыз, мынау бір, мынау екі, мынау үшінші, мынау төртінші, бесінші, алтыншы, мынау жетінші. Енді кез келген қатарда соңғысы бізде тек қана осындай бір жіптен, яғни бір столбиктен ғана алынады. Мынау 8-ші. Және соңғысын қатты жаңағыдай бос қылмаймыз петляны. Бізде мынадан бөлек 8 петля бар, яғни крючокта бізде қазір 9 петля тұр. Енді қайту қатары бір воздушная петля. Бұл өте кішкентай болады бізде. Енді әрі қарай 8 столбик тоқимыз. Бір столбик, тунисский столбик, екінші тунисский столбик, үшінші тунисский столбик,
4-ші тунисский столбик, 5-ші, 6-ші, 7-ші және 8-ші. Бізде мына жер кішкене бір петляға, яғни бір столбикке көбейді. Бұл біздің мына жүрегіміздің мына жері тоқып жатқанымыз. Енді келесі қатарда біз прибавка жасамаймыз. Сол 8-бен мына жаққа дейін тоқып, және қайту қатарын сол 8-бен тоқимыз. Келесі қатарды тоқимыз. Біз прибавка жасамайтын болған соң мынаны алмаймыз. Бірінші тұр ғой, оның үстіндегісін алмаймыз. Екінші столбикті үстімен бірге аламыз. Мынаны санамағанда біз 8 аламыз қазір. Екінші столбикті үстімен бірге аламыз. Бірінші столбик. Шегін санамағанда. Екінші столбик. Жерде үшінші столбик. Төртінші столбик. Бесінші столбик. Алтыншы. Жетінші столбик. Және соңғысы бізде бір ғана петлядан аламыз. 8-ші столбик. Бізде тағы да крючокта 9 петля бар. Енді жиектегі петляны созбай, бір кішкентай ғана воздушный петля аламыз. Енді әрі қарай сол 8 столбикті тоқимыз. Бірінші столбикті жаптық. Бұны жабу қатар деп айтсақ та болады. Екінші столбик. Үшінші столбик. Төртінші столбик. Бесінші. Алтыншы. Жетінші. Және 8-ші. Бұл қатарда ештеңе қосқанда, азайтқанда жоқпыз. Сол 8 столбикті тоқып шықтық. Енді келесі қатарда бізде мына жерде сәл ғана қысқарту болу керек. Оны біз жабу қатарында жасаймыз. Бұл қатарда да 8 столбик тоқимыз. Біріншіне тиіспейміз, екіншісінен бастап 8 столбик аламыз. Столбиктің және үстін екеуін бірге алып, жиекті санамаймыз. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, және соңғы 8-ші адай бір ғана столбиктен аламыз. Бізде крючокта тағы да 9 петля. Енді бір компактная петля подъема, яғни бір кішкентай ғана воздушный петля. Столбиктер біз 8 емес, 6-ауын 6 столбик тоқимыз, 7-шісінде қысқартамыз. Бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик, төртінші столбик, бесінші столбик, алтыншы столбик. 6 тоқыдық. Енді біз 7-8 тоқуымыз керек. Ол 7-8-ді екеуін бірге тоқимыз. Яғни мына 2 петляны бірге тоқимыз. Бұл бізде 7-ші столбик болады. Осылай бізде жүрегіміз сәл осылайынан қысқарды. Енді мына жерге келдік. Мына жерде біз 2 петля жабуымыз керек. Мына жерде сәл ғана жаңағы қысқарттық. Енді мына жерде 2 петля жауып, былай қарай тоқуымыз керек. Мына сызыққа тиіспейміз. Бұл жаңағы соңғы 7 мен 8-ді бірге тоқығанымыз. Енді біз мына сызық бар ғой, мына столбик төбесіндегісімен бірге осы жерден бұл столбик аламыз. Яғни бір петля шығарамыз да, мынадан оны тағы бүсіп тоқып өткіземіз. Біріншісін азайттық. Екіншісінде келесіден шығарамыз және оны мына петля арқылы өткіземіз. Енді келесі 2 петля азайттық. Енді 5 петля тоқуымыз керек. Мына жердегі ішкі бұрышы әдемі болып шығу үшін біз оны былай жасаймыз. Жай ғана
столбик тоқып кетпейміз. Келесін тағы да мына жерден полустолбик жасаймыз. Осылай полустолбик жасағанда бізде уже үшінші рет жаңағы жабылып тұрған сияқты, бірақ біз бұны жаппаймыз. Осы жерден, дәл осы шеттегі жаңағы алған столбигіміз бар ғой, дәл осыдан біз қайтадан столбик аламыз. Көрдіңіздер? Енді мына крючокта 2 петля, оның шеткісін санамаймыз, мынадан бастап бізде 5 столбик алуымыз керек. Мынау біріншісін алдық уже. Сол шеткіден алдық. Енді екіншісін аламыз. Үшіншісін аламыз. Төртіншісін аламыз. Және бесіншісін мына жиектегі бір ғана столбиктен аламыз. Оны созбаймыз. Бізде крючокта 6 петля бар. Енді қайтадан жабу қатары. Бір воздушный петля. Өте кішкентай петля болу керек. Енді 5 рет столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4 және 5. Енді келесіде 5 столбикті ештеңе қоспай, азайтпай 5 столбик тоқимыз. Мынадан аламыз. 1, мынау екіншісі, мынау үшіншісі, мына жерде төртіншісі, жиектегі соңғы бір столбиктен бесіншісі. Бізде крючокта тағы да 6 петля. Енді осыны қайтадан қайтайық. Бір компактная воздушная петля подъема. Бір воздушный жасадық. Енді 5 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4 және 5-ші. Міне жүрегіміздің екінші жартысы тоқып келе жатыр. Соңғы қатар тоқимыз. Бұл қатарда 5 емес, 4 столбик тоқимыз. Бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик және төртінші столбик. 5-ші столбикке тиіспейміз, оны тоқымаймыз. Енді қайтамыз. Қайтқанда мына екеуін бірге осылайынан тоқимыз, яғни біреу қысқарды. Енді келесі бір столбик. Енді мына соңғы екеуін тағы да бірге қысқартамыз. Жүрегіміз аяқталды. Енді мынадай, мына жиегі көріп тұрсыздар ғой. Мына өрген сияқты солай келе жатыр, осылай қарай. Мына жағымыз бізде бос тұр, мына бұрышқа дейін осылай жауып шығамыз полустолбиктермен. Мына жаңағы бір столбикке полустолбик жасаймыз. Келесі мына жақ қысқартқан столбикке жасаймыз. Енді кейінгілерін мына жақты жабамыз. Яғни бұл жерді жапқанда тек қана сондай бір ғана жіптен алып жауып отырамыз. 1, 2, осы бағанағы жиектегі бір жібіміз. 3, 4, 5 және 6. Бірінші бастаған петлямызға соны біріктіріп, мына жіпті тартып шығарып, қырқып тастаймыз, егер мынадай болып аяқтайтын болсақ. Дәл осындай жүрек жасайтын болсақ. Ал егер сіз жиегі тағы қатты болсын десеңіз, тағы бір қатар жаңағыдай полустолбиктармен тоқып шығамыз. Тағы бір қатармен жиегін қатайтайық. Ол үшін бір воздушный петля жасаймыз бұрышта. Енді мына әрбір петляға бір полустолбик тоқимыз.
бірінші, екінші, шатаспаймыз. Әр петляның мына екі жағында аламыз. Осылай аламыз. Үшінші полустолбик, төртінші, бесінші, алтыншысын тоқимыз. Енді мына жерде 1, 2, 3, тағы 1, 2, 3 бар. Осын тоқимыз. Шатастырмай тек сол петляларға ғана тоқимыз. Бірінші, екінші, яғни бұл біздің дөңгелек болып тұрған жерімізге. Үшінші. Енді мына бұрыш болып тұрған жерге мына жағына 3 петля тоқимыз. 3 полустолбик. 1, 2 және 3-ші. Тоқыдық. Енді мына бұрыштағыға тоқымаймыз, одан мына төменірек алып тоқимыз. Себебі осы жер бізде әдемі болып шығу керек. Осы жерге біреу тоқыдық. Енді ары қарай мына ішкі бұрышқа 3, 1, 2, 3 және мынау доғаға 1, 2, 3 тоқимыз. Бастайық. Бірінші, екінші және 3-ші. Бұрыштан шықтық. Енді мына доғаға 3. Бірінші, екінші және 3-ші. Мына жерде бізде 6 полустолбигіміз қалды. Бірінші алдындағы қатардағы. Енді бұны біз былайынан тоқысақ, мына жер ашық болып тесік болып қалады. Сол үшін мынадай петляның ортасынан алып тоқимыз. Бір, екінші, астынан емес, ортасынан аламыз. Үшінші, төртінші, бесінші және соңғы 6-шы. 7-ші тұрған біз бағанағы бір воздушный петля алдық қой. Сол петлямыз. Енді біз жіпті қырқамыз. Сәл ұзындалып қырқып аламыз. Қай үш екенін шатастырып алсаңыз, мынаны осылай тартыңыз. Қай үші тартылады, солмен жасап жатсыз. Енді мынаны жіпті осылай тартамыз да, мынау жиектегі бағанағы воздушный петля бар. Осын арқылы өткіземіз. Жиектегі арқылы мына жіпті жағына өткіземіз. Бұл жиектің жиегі өте жағдай қалың, қатты болды. Мынанікі сәл бостау. Егер мынадай қылып аппликация қылып тігіп қоятын болсаңыз, мынау жарай береді. Ал мынау осындай бөлек болып тұратын жүрекке, яғни осындай қатты, тығыз, жиегі қалың болып тұратын жүрекке.